Еркемай әні домбыраны ең оңай тәсілмен үйренуге арналған сызба. Міне қалай тарту керек, осы сызбамен қазір түсіндіретін болам. Мысалы 5 пен 4 саны мына жерде 5 санын барамыз да домбыраның міне санаймыз пернесінен 1 2 3 4 5. 5-ші пернені басамыз, үстінен басамыз, мына жағынан үстінде тұр, міне мына жағынан басамыз, астында тұрса мына жағынан басамыз. 4 болса 4-ші пернені басамыз, астынан басамыз. 5-ті үстінен, 4-ті астынан басамыз. Сонда қараңыздар, міне сонда 2 санды ұстап қағыс төменге, мынау төменге деген белгі, төменге тартамыз. Көрдіңіздер ма? Осылай міне тартып отырамыз. Б деген бас бармақпен ұстаймыз, міне Б деп жазып қойдым. Қасында 1 деген сан тұр, яғни 1-ші саусақпен басамыз, сұқ саусақпен. Міне 1-ші саусақ 1 деген. Мына жерде міне 1 саны. 4-ші пернені 1-ші саусақпен ұстаймыз деген сөз. Әрі қарай 5-ші перне, тағы да үстінен астынан 7-ші перне. Қағыс жоғарыға. 5 пен 7, тағы да қағыс төменге. Сонда мына 2 сан бір қағыс болады. Төмен, жоғары, төмен, жоғары. Міне қосып қойған жерде бірге тартамыз, яғни арасына үзіліс жасамай бірге тартып жібереміз. Төмен, жоғары, төмен, жоғары. Қатты тез емес, бір қалыпты енді. Арасын жаңағы үзбей, тоқтап қалмай. Сол кезде музыка шығады. Та-та-та-та, еркем, еркем, музыка шығады. Сосын мына жерде дәл сондай сандарды санап таба береміз әрі қарайда. 5 пен 7, 5 пен 4, төмен, жоғары, төмен. Енді мына 3 қағысты бірге тартамыз. Қағыс деген мына бір рет тартсаңыз, яғни бір қағыс болады. Бұлай бір рет тарту. Сол қағыс деп аталады. Мына белгі төменге, мынау жоғарыға. Жоғарыға және төмен деген сөзге мұқият болыңыздар. Қағысқа төмен болса төмен тартасыздар, жоғары болса жоғары. Жоғарыға байқамай төмен тартып қойсаңыздар, онда қате болып кетеді. Басқа музыка шығып кетеді. Міне астында 2 деген сан тұр, жанында кішкентай. 2-ші саусақпен басамыз, яғни мына сұқ саусақ емес, 2-ші саусақ мынау. Ортаңғы саусақ. Стрелкамен тұр, міне көрсетілді. Астынан 5-ші пернені мына жерден баса қоямыз. Саусақ басатын жер мына жер, міне точкамен белгілеп қойдым. Саусақтың ұшымен ғана басамыз, қаттырақ сол жерден. Мына сызықтың дәл алдынан. Соңғының алдында деген сияқты ғой, міне. Саусақтың ұшымен басыңыздар, қаттырақ. Сол кезде жақсы дыбыс шығады, дұрыс. Осы ережелерді сақтасаңыздар, міне еркемай әнін тарта аласыздар. Үйренуге өте ыңғайлы. Әрі қарайда дәл солай сандарды таба береміз. 5 пен 4, 5 пен 7, 5 пен 7, 5 пен 7, 5 пен 7, 5 пен 4. Қағыстар оңай, міне алмай кезек. Төмен, жоғары, төмен, жоғары, төмен, жоғары, төмен. Мына қараңыздар, мына жеріне. Мына қосып қойғанда мына 3-еуін бірге, мына 4-еуін бірге. Мысалы, мынаны 4-еуін бірге тартамыз да, сәл кідіреміз да, сосын мынаны бастап кетеміз. Мынаны бірден жалғастырып кете береміз, мына 3 қағысты. Тек мынадан кейін мынау біткесін бірден басалып кете береді. Тек қатты қосылмайды аралары. Мына 3-еуі сияқты қатты қосылмайды.
та 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 та. Кішкене бөлік сияқты ғой, мынау бір бөлік, мынау бір бөлік, сонда. Сондай. Міне осылай домбыраны оңай үйреніп кете аласыздар. Бар болғаны міне сандарды тек басып отырасыздар ғой. 5 пен 4, 5 пен 7, 5 пен 4, 5 пен 4, 0. 0 болса ешқандай пернені баспайсыздар. 0 болса, яғни мына жерде бірден басалып кетеді, бірден. 0 ауада жоқ, яғни бірақ оны тартасыздар. Тартасыздар деген сөз, яғни мына екінші пернені астынан басасыздар, үстін баспайсыздар. 0 болса баспайсыздар, ешқандай пернені баспайсыздар. Екінші пернені басып төменге тартамыз. Тек 0 ұсталмайды деген сөз, сонда пернеде жоқ. Яғни барлығын жазып қойдым. Міне ұмытып қалсаңыздар, жаңағы айтқан үстіңгі сан, астыңғы сан стрелкамен тұр. Түсінбесеңіздер сұраңыздар. 0 болса ешқандай перне баспаймыз деп жазып қойдым. Міне сосын пернені саусақтың ұшымен басамыз, оны да жазып қойдым. Домбыраның суреті міне барлығы дайын. Осы сызбаны алып алыңыздар, сосын үйде отырып жаймендеп тартып көріңіздер. Міне осындай сызба өте оңай. Сосын ең бірінші 0-ден бастасаңыз, осы бір әнді үйреніп алыңыз, әрі қарай үйрену оңай болады. Басқа да әндерді сұрасаңыз берем. Тиімді бағада ең бастысы. Үйрену үшін осындай жағдай жасалған, міне сіздерге арнайы. Басқа ән бар, міне. Біз өмірдің гүліміз деген жақсы ән бар, осындай. Үйренем десеңіздер, міне бұда да міне 5 пен 7, 5 пен 7 жаңағыдай сандарды санап табасыздар. Бұда да дәл жаңағыдай ғой, тек басқа сандар. 5 пен 7-ден басталады, жаңа 5 пен 4-тен басталса мына жерде. Біз өмірдің гүліміз деген тамаша ән. Қараңыздар. Нөл екі, 0-2, 0-0. Мына жерде 0 мен 0 болса, ешқандай перне үстінен де астынан да баспаймыз, тек қағаз төменге болады. Жоғарыға, төменге міне қосып қойдым әдейі. Әйтпесе жаңағы қосып қоймасам, былай міне белгісіз мына екеуін бірге тартамыз ба, түсінбей қаласыздар. Әдейі сол оңай болсын деп қосып қойдым. Сонда түсінікті. Міне қай саусақпен басамыз, барлығы дайын тұр. Міне үйренем деген адамға тек қана сіздер саусақты жақсылап басу керек, сол жұмыс болып тұр. Әрі қарай үйрену оңай, саусақты жақсылап бассаңыз, міне сандарды тек санап тауып басып отырасыздар. Сосын міне балаларға арналған қошақан әні. Бұда да сандар, барлығында сандар, сол бір тәсіл, ешқандай қиындық жоқ. Ал енді күйді үйренемін десеңіздер, күй керек болса,
күйді да үйренуге болады, бірақ күй шамалы ұзақтау. Келіншек күйі міне. Бұда да дәл солай тек сандар. Міне осындай тек сандарды санап тауып отырасыздар. Міне 2 рет қайталаймыз деген жерді қоршап қойдым. Ал осымен видеоны тәмамдаймын. Комментарийге жазыңыздар, иә. Көрейік, кім үйрене алады, кім үйрене алмайды. Көрейік, осы схемамен ыңғайлы ма, жазып жіберіңіздер. Ал баршаңызға сәттілік, сау саламатта болыңыздар.